Бұл оқиға ертеде болған көне қала мен осы екі қаланың тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған ағаштар жайында болмақ. Біздің заманымызға дейінгі 3000 жыл бұрын Урук тұрғындары өте тығыз орналасқан қала болатын. Бұл көптеген адамдар тіршілік еткен ел ордасы өз тұрғындарын асырау үшін үнемі суару жүйесін дамытуға міндетті болды. Және 2500 жыл уақыт өткен соң дәл осы жағдай Шри-Ланкадағы Анурадхапура қаласында қайталанды. Олардың да халық саны Урук қаласы секілді үнемі өсіп отырды және егін суару жүйесіне өте қатты тәуелді болды. Ежелгі Урук қаласының халық саны өскен сайын, егіншілері жаңа мәдениет орталықтарын құруға орын босату мақсатында көшеттегі ағаштарды жаппай кесе бастады. Дегенмен, Анурадхапурада керісінше ағаштар қасиетті саналды. Өйткені олардың айтуынша, ондағы ағаштар сонау Будданың ағартуына жол ашқан бодхи ағашының көшеттері болып табылады. Діннің жақтастары фермерлердің ағаштарды жою процесін баяулатып, есесіне оларды жаңа ағаш түптерін отырғызуға мәжбүрледі. Алғашында Урук қаласында жерді кеңейту жақсы жүргізілгенімен, ағаштарсыз су қоймаларының сүзгіден өтпеуі суару жүйесін ластап тастады. Буланған су нәтижесінде пайда болған минералды шөгінділер топырақтың тұздылығын арттырып, егінге жарамсыз етті. Ал Анурадхапураның суару жүйесі керісінше жергілікті ормандармен бірлесе отырып әзірленді. Соңында Анурадхапура 2 есе гүлденіп, әлі күнге дейін тұрғындар 2000 жыл бұрын отырғызылған ағаштарға қамқор болуда. Біз үлкен қалалар мен ағаштар арасында мүлде байланыс жоқ деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ ағаштар қашанда табысты қалалардың ажырамас бөлігі болып саналады. Ағаштар таппыр сорғыш губкалар сынды қызмет жасайды. Яғни дауылды ағын суларын атмосфераға шығармастан бұрын сорып отырады. Олардың тамыр тармақтары суларды ұстап тұру арқылы су көшкіндерінен қорғайды және су асты суларының зиянды заттарын сүзіп алады. Бұл тамырлар су тасқынының қаупін де сейілтеді. Ағаштардың саңылаулы жапырақтары өз бойына климат өзгерісі деген едәуір әсер тигізетін зиянды заттар мен көмір суларды сіңіреді. Адамзат ғасырлар бойы осы ағаштардың пайдалы қасиеттерін зерттеген. Ағаштар тек қалалық инфрақұрылымды дамытып қана қоймай, тұрғындардың денсаулығын жақсартуда да айтарлықтай рөл ойнайды. 1870 жылдары Манхэттен қаласында саябақтардан тыс жерлерде ағаштар саны тым аз болған. Ағаштардың орнында көлеңкені қамтамасыз еткен ғимараттар жазғы аптап ыстықта күн сәулесінің радиациясын 9 есе көп сіңірді. Бұл жағдай қаланы тырысқақ сынды ауруларды тудыратын бактериялардың тіршілік ортасына айналдырды. Бүгінгі күні аспанмен таласқан ғимараттар мен жер асты инфрақұрылымдар Гонконг қаласындағы ағаштардың өсуін қиындатуда. Ағаштардың аз болуы ауаның сапасын нашарлатады және салдары бронхит және өкпе аурулары болып табылады. Оған қоса ағаштардың біздің психологиялық жағдайымызға да әсері бар. Ғалымдардың айтуынша, жасыл түстің айналада көп болуы ойдың жинақтылығына әсер етеді, стрессті азайтады. Тіпті терезелерінен көп өсімдік көретін науқастар қабырғалармен қамтылған науқастардан әлде қайда тез жазылып шығады екен. Бір жақсысы, қазіргі көптеген қалаларда өсімдіктер шынымен көп. Себебі фаунаның қаладағы маңыздылығын урбанистік дизайнерлер 18 ғасырдан ақ білген. Мысалы, 1733 жылы Джеймс Алгетроп атты урбанист Джорджия штатындағы Саванна қаласы салғанда, әр қала тұрғыны саябақтан 2 миль жүретін жерде тұруы керек деп жоспарлаған. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін күйреген Копенгаген қаласы саусақ секілді тарамдар мен үлкен саябақтың арқасында қайта салынды. Сөйтіп, қаладағы экологиялық проблемаларды алдын ала шешті. Сонымен қатар, қаладағы өсімдіктер тек адамдарға пайда әкелмейді. Портландтың қала саябағы биологиялық туралуандығы жағынан бай орта. Бұл ортада құстардың 112 және сүт қоректілерінің 62 түрі кездеседі. Алайда, қала ішіндегі орман аумағы жағынан Сингапурды басып озатын мегаполис жоқ. 1967 жылдан бері қала әкімшілігі 1,2 миллион ағаш отырғызып үлгерді. Оның ішінде ұзындығы 50 метр саналатын супер ағаштар деп аталатын вертикалды саябақтар да бар. Олар өздерін және көрші ғимараттарды электр жарығы мен сумен қамтамасыз етеді. Сөйтіп, бүгінде Сингапурдың жалпы аумағының жартысына жуығы табиғатпен көмкерілген. Урбанистердің айтуынша, 2050 жылға дейін әлем жұртының 65% қалада тұратын болады. Сондықтан қала дизайнерлері қаланы бетон джунглилеріне емес, жасыл джунглилерге айналдыруға барынша атсалысуда. Алайда бұл мақсаттың орындалуы ең алдымен қала тұрғындарының қолында.